Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай алма қосылған меренгалы пирог дайындаймыз. Тестамыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 25-30 минутқа қойып қоямыз. Ыдысымызды сары маймен майлап аламыз және қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен жаймалап қалыпқа келтіреміз. Духовкада 10-15 минуттай пісіреміз. Қамыр піскенге дейін арасына салатын салмамызды дайындай береміз. Алманы мен қабығынан тазартып алдым және осылай жұқалап турадым. Енді осы турап алған алмамызға қант қосамыз, лимонның суын қосамыз және сары майды қосып араластырамыз. Салмамыз осымен дайын, енді меренгамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағына аздап тұз сеуіп, миксерлеп аламыз. Және қант ұнтағын бірден салмаймыз, аз-аздан сала отырып, тағы да миксерлейміз қою болғанға дейін. Қоюлық осындай болу қажет. Қамырымыз пісті. Енді бетіне салмасын саламыз. Тегістейміз. Және бетіне жаңағы жұмыртқаның ағын жағып шығамыз. Тағы да духовкада 15 минуттай ұстаймыз. Осымен біздің меренгалы алма қосылған пирогымыз дайын. Қамыры өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз.